Жануарлар арқылы таралады екен, жарайсың. Нұрбек? Жел арқылы таралады екен. Және төртінші? Кім айтам деді төртінші? Тұқым өздігінен таралады. Жарайсыңдар балалар. Қазір алдарыңызда сендердің бас бармақ арқылы бағалаймыз, иә? Жақсы ұтыспыз, есіңізде түсірші, жақсы ұтыспыз. Егер өте жақсы дегенді білдіреді. Сары түс орташа, және қызыл түс сүмбеді деген сөз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді балалар, қазір бәрімізде тақтадан бейне жазбаны көрейік. Бейне жазбаны біз көрдік, иә? Енді қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз не туралы? Өсімдік туралы. Ауа береді, өте жақсы. Жақсы, өте тамаша. Келесі балалар, өсімдікті қорғау қандай білеміз? Өсімдікті қалай қорғаймыз? Өсімдіктерді суарамыз. Гүлді баспаймыз, иә? Өсімдіктерді күтеміз, көбейту керек. Солай ма балалар? Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз өсімдіктерді біз қалай қорғаймыз. Яғни бүгінгі сабақта біз балалар өсімдіктерді қалай қорғаймыз, оның қорғаудың қандай жолдары бар екендігін біз сіздермен танысатын болады екенбіз балалар. Енді балалар, сабағымыздың тақырыбын тағы да анықтау үшін өсімдіктің түймедағын құрастырайық балалар. Қазір мен сендерге өсімдіктің түймедағын таратып беремін. Онда әртүрлі суреттер берілген. Сендер сол суреттер бойынша өсімдік туралы айтып, тақтада бөліп жасаймыз. Жақсы ма? Ал, қолдаймыз ба? Кімнен бастаймыз? Кімнен бастаймыз олар? Жансаядан бастайық. Ал, Жансая, келе ғой. Келе ғой. Айта ғой. Біз гүлдерді жұлмаймыз. Гүлдерді жұлуға болмайды екен. Иә. Мына жерге жазырағын қоя ғой. Келесі балалар. Келе ғой, Алина. Ағаштың бұтақтарын кеспейміз, жұлмаймыз. Ағаштың бұтақтарын сындыруға болмайды. Тамаша. Келесі балалар. Келе ғой, Санжар. Орманда қоқыс тастамау. Орманда қоқыс тастауға болмайды екен. Жақсы. Бұл да өсімдіктің өспеуіне кері әсерін тигізеді. Болмайды. Жақсы. Кім қалды бізде? Бізге өсімдіктер жеміс-жидек береді. Өсімдіктер бізге жеміс-жидектер береді. Жарайсың. Жарайсың. Бізде келесі Алина келе ғой. Өсімдіктерді біз күтуіміз керек. Жарайсың. Тамаша балалар, иә? Қазір қолымызда бас бармақ арқылы бір-бірімізді бағалап жіберейік балалар. Ал, балалар. Бағалаймыз бір-бірімізді. Тамаша. Жылдам балалар. Hadi. Тамаша.
Тамаша балар. Сонымен балар, біз жаңағы осы жаңағы түймедақты құру арқылы өсімдіктердің біздің өмірімізде алатын маңызы зор екенін білдік. Өсімдік жаңағы адамның өміріне өте маңызды екен. Өсімдіктер бізге таза ауа береді дедік. Жаңағы жеміс-жидектер береді дедік. Әсемділік береді, әдемілік береді екен балар. Келесі балар, бізде тапсырмамыз мынадай. Бірінші суретте біз не көріп тұрмыз балар? Бірінші суретте Нұрады демесі, айтамын. Асқар үйдің жанында ағаш өсіріп суарады. Кім дедің баланың аты? Асқар. Асқар үйдің жанына ағаш көшетін отырғызды. Сосын Оны сумен суарады. сумен суарып ағашты күтті. Асқар қандай балалар? Жақсы бала. Тамаша бала, жарайсыңдар. Келесі екінші сурет бойынша кім сөйлейді? Санжар айта ғой. Асқар Талма Салиян үшеуін орманға барып, өрттен сөндірмей кетті. Сөндірмей кетті, Тамаша. Балалар қайда барды балалар? Орманға саяхатқа барды, Олар от жақты, тамақ ішті, бірақ кеткенде нені ұмытып кетті? Отты сөндіруді ұмытып кетті, және қоқыстарын жинауды ұмытып кеткен екен. Қандай балалар? Жақсы балалар. Ал Санжарды бағалап жіберейік балалар. Санжар қалай жауап берді? Тамаша, Адият. Тамаша. Келесі, Нұрадыр қалай жауап берді? Тамаша балалар. Жақсы. Енді балалар, келесі біздің тапсырма балалар, тақылда көріп тұрғандай, екі сандық шатыр бізде, балалар. 10 әсер, бірінші сандықша бізде 10 әсер, яғни өсімдікке тигізетін 10 әсерлер, екінші сандықша бұл өсімдікке тигізетін теріс әсерлер екен балалар. Қазір біз кезекпен шығып, мына жерін алып, оны өзінің сандықшасына орналастыруымыз қажет екен балалар. Кімнен бастаймыз? Келе ғой жансая. Келе ғой, кескелген ал, оқимыз. Оқы ғой. Заңмен қорға. Балалар өсімдікке 10 әсер тигізе ме, теріс әсер тигізе ме? 10 әсер. Ал. Оқыра ғой. Дұрыс па балалар? Қане бағалау жерек жансаяны. Жылдам. Тамаша, оқыра ғой. Келесі кім шығады? Қол көтереміз. Келесі, Нұрбек келе ғой. Қамқорлық. Қандай әсер? 10 әсер. Дұрыс па балалар? Бағалаймыз Нұрбекті. Тамаша, отыра ғой. Келесі, Нұрбек болыңыз. Келесі, Адият келе ғой. Келе ғой. Ауаны ластау. Қандай әсер? 10 әсер ме? Теріс әсер ме? Теріс әсер. Дұрыс па балалар? Дұрыс, жарайсың Адият. Ал Адиятты бағалап жіберейік. Тамаша. Келесі бізде Санжар келе ғой. Өсімдіктерге су құю. Өсімдіктерге су құю, Қандай әсер? 10 әсер. Дұрыс па балалар? Ал бағалайық. Тамаша, Санжар. Келесі. Кім шығар бізде? Алина келе ғой. Қорып ұйымдастыру. Өсімдікке қандай әсер тигізеді? 10 әсер ме? Теріс әсер ме? 10 әсер, әрине 10 әсер. Дұрыс па балалар? Бағалайық Алинаны. Жақсы. Келесі кім шығар бізде? Кім шыққан жоқ? Нұрады келе ғой.
жаңасы айтып өттік иә бала? Теріс әсер тигізеді бала. Ал, Нұраділ бағалайық. Жақсы балалар. Жарайды балалар. Сонымен балалар, жаңа басымаларды орындау арқылы біз өсімдіктерді күту, қорғау туралы біраз нәрсені білдік деп ойлаймын, иә? Енді қазір біз тақтаға қарайық балалар. Тақтада өлең шумақтары берілген. Өлеңді жаңағы толықтырып айтуымыз қажет. Астында керекті сөздер берілген. Ал, Нұрбек оқыңыз. Жақсылықты қолдаймыз, табиғатты қорғаймыз. Қорғаймыз деген сөз бар ма астында? Астында сақтаймыз, егеміз және қоршаймыз. Жансая? Жақсылықты қолдаймыз, табиғатты сақтаймыз. Сақтаймыз. Дұрыс па? Жарайсың Жансая. Арман қарай. Санжар жалғастырады. Тау егеміз, бақтарға айналасын қоршаймыз. Айналасын қоршаймыз. Дұрыс па балар? Ал, тексеріп жібек балар. Кім ғана демек тұрып оқып береді? Нұраділ оқы ғой. Жақсылықты қолдаймыз, табиғатты сақтаймыз, тал егеміз бақтарға, айналасын қоршаймыз. Дұрыс па екен балар? Өте тамаша балалар. Балалар, енді мынандай ойын ойнайық. Мен қазір сендерге өсімдікке қатысты сөйлемдер оқимын. Егер ол сөйлем дұрыс болса, қолымызды шапалақтаймыз. Ал егер бұрыс болса, онда аяғымызды жерге басамыз. Кеттік. Бірінші, ағаштарды сындырып, ойын ойнау үшін қолдану қажет. Жақсы, келесі. Өсімдіктерге су құйып, қамқор болу қажет. Тамаша. Келесі. Жылуға болмайды. Тамаша. Келесі. Көгалдандыру жұмыстары өсімдіктерге оң әсерін тигізеді. Солай ма балалар? Көгалдандыру жұмыстары өсімдіктерге оң әсерін тигізеді. Көгалдандыру кері байланып жазып, тақтаға сұрақтар қоямыз. Жақсы ма? Сұрау бойынша кері байланыңыз. Сонымен балалар, біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сендер балалар өсімдік туралы, өсімдіктерді қорғау туралы жаңағы көп нәрсені білді, үйренді деп ойлаймын. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау заңы бар екен балалар. Сол заңның 38-ші бабында табиғатты қорғау, оның таза ұстау әр адамның міндеті делінген. Демек,
балалар, келешекті көркейтетін әрине сендерсіңдер. Олай болса, айналамызды көгалдандыруға қатысайық, табиғатты қорғайық, өсімдіктерді көбірек өсірейік. Таза болса табиғат, аман болар адамзат деп мен бүгінгі сабағымды аяқтағым келіп отыр балалар.